Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын 15 минутта дайын болатын коржықтар дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Қажет ингредиенттерді описанияға жазатын боламын. Алдымен сүтімізді жылытып аламыз, одан кейін қантымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін бөлек ыдысқа жұмыртқаны, одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа ұнның үстіне қопсытқышты және ванилинді салып араластырып аламыз. Барлығын салып араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің күнбе-күнгі жаңадан салып жүрген рецепттерімді ең бірінші болып тамашалайтын боласыздар. Ұнды осылай шетінен салып отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолымызға жабысатын қамыр болып шығады. Одан кейін оны салафанға салып, 1 сағатқа холодильникке алып қоямыз. Холодильникте 1 сағат тұру міндетті. Одан кейін осылай ұнды жақсылап сеуіп, оқтаумен илеп тастамызды формочкалармен ойып, коржықтар дайындап алатын боламыз. Менде осындай гүл тәрізді формочка бар, сонымен жасадым. Сіздерде стаканмен немесе любой заттармен кесіп алуыңызға болады. Осы жерде менің қызым да жағаласып, өзінше көмектесіп жатыр, өте қатты қызығады. Осылай үстіне енді жұмыртқаның сарысын жағамыз, одан кейін вилкамен осылай өрнектесеңіз болады. Мен секілді қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіп шығады. Бұл коржықтар маған мектеп кезді есіме түсіреді. Барлық асханаларда болған шығар деп ойлаймын. Осылай өте дәмді болып шығады және қарапайым ингредиенттерден тұрады. Барлық үйде бар азық-түлікпен жасалады. Және 15 минутта пісіп шығады. Іші толықтай да піседі. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.